Хабарымызды жалғастырамыз. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің ұйымдастыруымен өңірде өрт қауіпсіздігі айлығы профилактикалық шарасы бастау алды. Мұнда төтеншеліктер қала тұрғындарына жеке үй секторларындағы қауіпсіздік қағидасын түсіндіріп, тұрмысы төмен отбасыларға дабыл қаққыш құрылғысын орнатты. Түрлі өрттердің және оларды болдырмау, алдын алу, халық қауіпсіздігін қамтамасыз ету – бұл төтеншеліктердің басты міндеті. Жыл сайынғы орын алған төтенше жағдайларды саралай келе, көбінесе өрт оқиғалары жылыту маусымында тұрғындардың салғырттығынан туындайды. Сол себепті төтенше жағдайлар қызметі қаланың шет аймақтарын барлап, тұрғындарға өрт қауіпсіздігі мәселесін назарға ала отырып, түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Қызылорда облысы төтенше жағдайлар департаменті бүгінгі 21 тамыз 2021 жылдан бастап әлеуметтік аз қамтылған тұрмыс төмен отбасылардан бастап жылу беру маусымына дайындықтарын бастады. Бүгінгі күннен бастап 21 тамыздан бастап Қызылорда облысы төтенше жағдайлар тарапы және басқа да полиция басқармасы ерікті жастар құрылымымен бірге алдағы уақытта профилактикалық жұмыстар жүргізілетін болады. Құрметті азаматтар, өз балаларыңызбен және туыстарыңызбен жұмыс жүргізіңіздер. Салғырттық танытпай, жылу беру маусымына тиянақты және ұқыпты дайындалуларыңызды сұраймыз. Профилактикалық шара барысында тұрғындарға қауіпсіздік туралы жаднамалар таратылып, тұрмысы төмен және көп балалы жанұяларға үй жағдайында түтін сезгіш дабыл қаққыш құрылғысын орнатты. Төтеншеліктер тарапынан жасалған бұл тегін көмек отбасыларға тиімді. Сондықтан көп балалы әке өз алғысын білдірді сала мамандарының қызметіне. Бәйтерек тұрғынымын. Бүгінгі қауіпсіздік іс-шараларын жүргізіп жатыр екен. Менің үйіме осындай дабыл қаққыш құрылғысын орнатып берді. Бұл бір жағынан қауіпсіздігін түнде ұйықтап не істеп жатқан кезде түтіннен, газдың есінен сақтап, қатты дабыл қағып дыбыс шығарады екен. Бір жағынан бұл әрі тегін, әрі бала шағам қауіпсіздігі үшін орнатып алдық. Сіздерге көп-көп рахмет. Жалпы жыл басынан бері шаһарда 110 өрт оқиғасы орын алған. Бұл дерек былтырғы жылмен салыстырғанда